әрбір мұғалім жетістікке жетуді армандайды. Жетістік оқушының нәтижесінен байқалады. Сол үшін де біз оқушыларды түрлі жарыстарға, байқауларға, олимпиадаларға, ғылыми жобаларға дайындаймыз. Бүгін мен сіздермен ғылыми жоба төңірегінде әңгіме өрбіткім келіп тұр. Жақында ғана зерде мен дарынға оқушылардың жұмысын жібердік, бәйгеге қостық. Бірақ нәтиже аз. Оның өзі облыстық байқауға жолдамала бермейді. Неге? Неліктен? Біздің жұмысымыз лайықсыз ба? Әлде біз критерийге сай келмейміз бе? Осыны тарқатып, осы сұрақтардың жауабын іздеп көрейікші. Біріншіден, мектептің әдіскері ғылыми науқан басталған кезде жұмыстарды сұрайды. Сосын біз шығамыз даурығып. Тақалғанды айтқан несі? Ертерек айтса болмай ма? Деген секілді. Бірақ біз бұл тақырыпты өткен жылдың соңында сұраныс беріп бекіткенімізді ұмытамыз. Ғылыми жоба ұзақ мерзімді қажет ететін. Бір күннің не бір айдың жұмысы ғана емес екен. Оқушыны бағыттайтынымызды ұмытамыз. Кім кінәлі? Әрине, кінәлі өзіміз. Бұл біздің бірінші қателігіміз. Өткенде шегініс жасап көрейікші. Өткен оқу жылында бізден мектеп әдіскері ғылыми жобаға тақырып сұрайды. Біз ойымызға оралған тақырыпты бере саламыз. Ол өзекті ме? Ол зерттеуді қажет ете ме? Одан нәтиже шыға ма? Оқушы оған дайын ба? Оқушыны қызықтыра ма? Ол сұрақтар бізді қызықтырмайды. Ол туралы ойланып та жатпаймыз. Сонымен іс бітті, тақырыпты бердік. 3 ай каникул, 3 ай демалысымыз өтеді деп. Енді тақалғанда жүгіріп, ана-мынан алынған деректерді жинақтап, жауыр болған тақырыпты оқушының атын ғана өзгертіп, жібере саламыз. Толық зерттелмеген жұмыс, шала жұмыс, байқауға аттанады. Онымызбен қоймай, одан нәтиже күтеміз. Нәтиже болмаса, ренжиміз. Тағы да кім кінәлі? Әрине, өзіміз. Неге 3 ай демалыста ізденбедік? Оқушыны неге дайындамадық? Неге жүйелі жоспарланған жұмыс жасамадық? Неге күнделікті жазба жүргізбедік? Міне, мәселенің барлығы осы алдымен келіп тірелді. Кінә тағы да өзімізде. Ғылыми жобаның тарихы қайдан шыққан? Алғаш ақш-тың ауыл мектептерінде ауыл мұғалімі Хелен Паркерс деген алғаш ғылыми жобаны ойлап тапты. Содан бері ғылыми жоба мектептерде іске асырылып келеді. Хелен Паркерстің басты қолға алған дүниесі балаға ой еркіндігін берді. Яғни біз оқушыға нұсқау бермеуіміз керек. Ой еркіндігін беруіміз керек. Нұсқау беру шығармашылыққа кедергі. Мысалы, мына тұрған гүлді алайықшы. Гүлге ылғи су құймасаң, жапырағын сүртіп отырмасаң, топырағын қопсытпасаң, онымен әңгімелесіп отырмасаң, ол жайқалып өсе ме? Ғылыми жоба да дәл сол сияқты. Ылғи да біз жүйелі жоспарлы жұмысты жасасақ, балаға бағыт беріп отырсақ, ой еркіндігін берсек, күнделікті жазба жүргізіп отырсақ, сонда ғана ғылыми жоба нәтижелі болмақ. Ғылыми жобаның тақырыбын қалай таңдау керек? Тақырып көзге ерекше түсетіндей, құлақты елең еткізетіндей болу керек. Тым ауқымды болмағаны дұрыс. Мысалға, құманың пайдасы, алманың пайдасы, жаңғақтың пайдасы деген сияқты жауыр болған тақырыптар өріп жүр. Бұл объективті емес. Адамның ағзасы толыққанды процесс.
ол процесті біз көзбен көре алмаймыз. Біз бұл тақырыпты зерттеу үшін сараптама жасау керек. Ал сараптамалар лабораторияда жасалады. Ал мектепте ондай үлкен лабораториялар жоқ. Сондықтан біз осындай дүниелерді ескеруіміз керек. Ғылыми жұмысты неден бастаймыз? Қалай жоспарлаймыз? Проблеманы қалай анықтаймыз? Эксперимент арқылы жауап алатындай сұрақ тастаймыз. Содан кейін сол бойынша ізденеміз, болжам жасаймыз, эксперимент жасаймыз, тағы да болжам жасаймыз. Одан кейін саралаймыз, сараптаймыз, дәлелдейміз. Ғылыми жоба неше бөлімнен тұрады? Ғылыми жоба кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлімде жалпы мағлұмат айтамыз. Негізгі бөлімде болжам жасалып, гипотеза, эксперимент жасалады. Ал қорытынды бөлімде саралаймыз, сараптаймыз, дәлелдейміз, қорытынды шығарамыз. Ғылыми жетекші неге керек? Ғылыми жетекші қандай да бір сұрақтар туындағанда, қиындықтар туындағанда бізге көмекке келеді. Жас зерттеушінің жұмысын талқылайды, тұжырымдар жасайды, пікір білдіреді. Мектептің жағдайын ескереді. Оқушыны қалай бағыттаймыз? Білуге құштарлық, бақылауға тырысушылық, тәжірибе жасауға дайын болу, қабілетті баланың бойында бар қасиет. Біз тек осы қасиетті ары қарай дамытамыз. Бағыттаймыз, нұсқау бермейміз. Оқушымен бірге жасалған, жоспарланған іс-әрекет қана нәтижелі болмақ. Осы жұмыстың барлығы қолымыздан келеді ғой? Әрине келеді. Олай болса сәттілік, жемісті еңбектеріңіз көп болсын. Ғылыми жұмыстағы тағы да басқа элементтер келесі бір зерттеу жұмысының тұздығы болсын. Осы жобадағы басты адам ол дарынды бала. Ал дарынды бала туралы әңгімені TEDx форматта ертең Айгүл әріптесім